Assalamualaikum. Hamza. Sizlerle Şenen diyeyim isteyeyim. Директор қай кабинетте? Екінші жұмысшы кабинетте. Оныншы. Рахмет аға. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз бе Домбырашы аға? Иә, мен. Сіз директорсыз ба? Жұмыс кабинетке. Жүріңіз. Мен Ыбырайым оқу орталығының директоры Жанар Манжолова. Бізге жанында тұрған жас мамандар қажет. Ең қолдан келгенше апай. Сіз естіген шығарсыз. Аружан Сайынның бастамасымен, президенттің қолдауымен Арт спорт еду KZ бағдарламасының байланысты балалар тегін үйірмелерге қатыса алады. Сізге айлықты үкімет төлейді. Онда жақсы екен, онда көп оқушы жиналып тұр ғой, біз ойлағанында. Иә. Қараңыз, сізге домбыраға көп бала жазылады. Күнде сұрап жүрген ата-аналар өте көп. Қашан домбыра ашылады деп үлгеретін шығарсыз сіз. Иә, енді қолдан келгенше үлгеруге тырысамыз апай, қанша болса да. Тоқтамыз ғой, үйретеміз. Бас жұмыс қалсаңыз болды ғой. Елу оқушыдан тұратын домбырашылар ансамблін ашуымыз керек. Алдайдан соң үлкен жарыс бар. Сол жарыста қомақты ақша тігіледі. Сіз сол жарысты қалай да болса жеңуіңіз керек. Бұйырса. Егер сіз сол қолыңыздан келсе, мен сізді жұмысқа аламын. Болды, қолдан келеді. Ал сізді алғашқы оқушыңыз актовый залда күтіп отыр. Өте дарынды бала. Қалған 49 баланы өзіңіз іздеп табыңыз. Ал енді іске сәт. Рахмет үлкен. Қалың қалай? Жақсы. Есімің кім? Жан. Сіздің есіміңіз кім? Қалай күшті естіледі. Тағы бір дейінші? Сіздің есіміңіз кім? Жоқ, оны алдында айттым ғой. Ағай, менің есімім Жан. Атың Жан ба? Иә. Жақсы есім. Қыздардың бір атына жүретін сияқты. Мен есім Ерғазы. Қандай күй үйрендіңдер? Қандай күй білесің? Қанша күй білесің? Біраз күй білем. Ойнап, өзің ұнайтын бір күйін ойнап. Еркем ойнап берсем ғой? Ойнай ғой. Басқа қандай күй білесің? Тепен көп. Ойнасын, тепен көп. Не ғой, Жан, жақсы ойнайды екенсің. Осы ауылда қалай көп домбырашы оқушылар жинасақ болады? Ой, ағай, оның бәрін қалай үйретейін деп жатсыз? Ой, амалын тауып үйретеміз, енді сен айтшы қалай тезірек жинасақ болады ауылда? Біздің ауылда Елтай Ойлекс деген бар. Соған хабарландыру жазайық. Сосын? Немесе магазиннің алдарына хабарландыру ілейік. Бізде оқушы былай жетеді. Жүр онда бар, хабарландыру ілейік. Сен ішінен барлық іске барың, керек болса, любой жерлерді іздеп тауып. Сен азы уақытындамын ба? Не ғой және, сен бүгін өссің ба? Я не қысып Давай қалған қылып бәтек. Көктөбе, Тамау, Мега парк деген. жігіттайым болса қыздайым. Кеп! Ey, тұрсы ше, таң атып кетті ғой. Тұр, жата бермей. Босат мына жерде. Бастықтар келеді қазір. Assalamualaikum. Қалайсың, Жан? Жақсымын.
Не ғой? Айтшы. Қалған 49 оқушыны қайдан жинасақ болады? Білмеймін ағай, білмеймін. Саламатсыз ағай. Сіз ба домбырашы ағай? Иә, мен. Домбыраға жазылсақ деп еді. Ей, келдер бұға. Кел. Кел. Мына тегін үйірмеге қатысасыңдар ғой. Иә. Қазір ат жөндерін жазып алайын. Сендер осы жерде тұратындар, мен қағаз алып келейін. Сырмайдан. Сәбит көмір. Аға, активізді алдым келді. Рахмет аға. Сен не істедің? Бізге жұмысқа орналастың ба? Иә, бүгіннен бастап осы жерге жұмысқа орналастым ғой. Сен осы квартираға шықтың ба, или үй осында тұрасың ба? Мен квартира жалдамадым мен. Бірақ қалды әкем тұр. Сол кісінің үйіне кетіп бара жатырмын. Жақсы аға. Жақсы. Рахмет үлкен. Бүгін ерекше қылып көріп келіпсің жаным. Ой, рахмет. Бүгінгі күн қалай өтті? Көңіл күйің жоқ қойшы. Асқар, сен менің ата-анаммен қашан танысасың? Қашан осылай жүре береміз біз тығылып? Ой жаным, енді кішкене күте тұршы. Тойымыз да болады, шетелге де қыдырамыз. Бәрі де болады, сен үшін бәрін жасаймын. Мен сенің бос сөздеріңе тойып біттім. Күнде ертең. Айтпақшы жаным, саған жақсы жаңалығым бар. Қандай жаңалық ол? Мынаған бір қарап шықшы. Расымен ба? Шынымен де ма? Шынымен енді осы менің үйім болады ма? Иә, мен сен үшін барлығын жасауға дайынмын. Білесіз бе, сіз әлемдегі ең мейірімді жансыз ғой. Алло. Ата қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, менде бәрі жақсы. Не істеп жатырсыз? Мен айтпақ жұмысқа орналастым ғой. Иә. Енді бүгін әкенің үйіне келдім, шақырған ғой, сол жаққа келдім. Осы жақтан қатынайтын шығармын. Біраз уақыт осы жерде тұратын шығармын енді. Иә. Мен түсінбедім. Мына бала кім? Мен бала қалаға жұмыс істеу берген. Және квартира тапқанша тұра тұрсын бізде. Сен айтқан жоқсың ба? Өзіміз жеке тұрамыз, өзіміздің үйіміз, бөлек тұрамыз. Сол уәделерің қайда сенің? Енді бұл бөтен адам емес қой. Ана кіші бөлмені берейік уақытша. Маған айттың ғой сен. Тек екеуміз ғана тұрамыз деп. Онда барлық туысқандарын үйге кіргізіп алайық? Бөтен адам емес қой. Түсінші сен де. Мен балам ғой. Кішкене квартира тапқанша тұра тұрсын осында. Ана кіші бөлмені бере тұрайық. Немен неге ақылдаспайсың? Мен саған затпын ба? Иә. Уайымдамаңыз ата. Тыныш, иә. Сол сіздің үмітіңізді ақтаймын ғой. Домбырашылар бүгін аздап жиналды. Жұмысқа орналасты. Каникул болғанға барып қайтам ғой ауылға. Иә, ауырмай, сырқамай аман жүріңіз ата. Өзіңізге қараңыз. Мен де сізді сағындым ата. Рахмет. Жақсы, мен онда шай ішейін. Аха, аман болыңыз. Жақсы. Қызықсың сен, Асқар. Мен... Кел балам, шай. Отырмыз, шай бар. Ауыл қалай? Жақсы, шүкір. Шал қалай? Айтпақшы, танысып қойыңдар. Сенің анаң орнына ана болады. Есімі Бота. Жарасы бақтырсыздар. Бақытты болыңыздар. Өмірлі шүгірлі болыңыздар. Бай қуатты болыңыздар. Мен өте қатты қуаныштымын деп айтады деп ойлап қалдыңыз, а? Кетер еді. Мен түсінбедім. Бұл бала бізді мазақ қылып отыр ма? Мен ешқашан бұл балаға ана болмаймын. Өзімнің туған балама ғана боламын.
Ой, сен де. Жаным, біз сен дұрыс түсінбей қалдық. Жаным, сен біз дұрыс түсінбей қалдың. Ертең кетеді ол. Уақытша ғой. Уақытша шамалы тұра тұрсын. Содан кейін барып жұмыс табады, квартирасын табады деген. Сен неге өз қара басыңды ғана ойлайсың? Осы уәделеріне мен тойып біттім уже сенің, Асқар. Бәрі орындалады. Уәде. Сен де мені түсінші балам. Үлкен жігіт болдың ғой. Қашанғы мен осылай жүреді дейсің. Маған да тамағым дайындап отыратын, киім тазалап отыратын адам керек. Негізі сізге қарағанда ана кісінің ақылы көргім келеді. Дұрыс айтады негізі ол. Ешқашан менің анамның орнын ешкім баса алмайды. Сендер мені ешқайсысын түсінгілеріңді келмейді. Түсінбейсіңдер десеңдер. Бар жоғал, кететін жағыңа кет. Мана табалдырықты аттаушы болма екінші. Есіңізден шығып кетпесін. Ол үйде сізге ата алып берген квартирада қаңғып жүрмесін деп. Ешқашан ұмытпаңыз. И сосын новый әйеліңізбен бақытты болыңыз. Бар жоғал, баратын жағыңа кет. Келуші болма екінші. Кешірші. Асқар, с меня хватит. Я мені, я он таңда. Болды енді ол кетті. Әкесі сыйламайтын баланы қайтеміз. Ол бізбен өліп тұрмайтын. Рас па? Иә, рас. Сен мен үшін бірінші орындасың ғой. Шынымен ба? Иә. Онда екеуміз Турцияға барайықшы. Кішкене жұмыстарыма келсін, міндетті түрде сені апарам. Онда ренжіме, мен сенімен тұра алмаймын. Болды. Апарам. Осы айдың аяғы міндетті түрде сені Турцияға апарам. Рас па? Иә, рас. Жан, мен сізді сондай қатты жақсы көремін. Біз сен үшін бәрін барамыз. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім, самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Қанша жан ынтық қылған жүрегім, қанша жүріп әлі таппай жүремін. Ешкімнің де орындамас тілегін, қатыгезіп алмады. Кәрі таулар тыныштығын күзеткен, ешкімді де қарсы алмайтын ізетпен, талай бұзықтарды түзеткен. Тәкаппарлау алмады, бірде деуіт, бірде татар өзіне, бұл қаладан кет алмайсың безіне. Күлдіріп ап жасылдырар көзіңе. Так, Сәбит Гүлнұр, Сырым Айдана, Асқар Зере. Так, барлықтарын жаздың ғой, иә? Ағай, мен жаздым. Так, атың кім еді? Кенжебай. Дархан. Иә, Дархан жазып қойыппын. Так, енді бізде неше оқушы болды? 1, 2, 3. Бізде 23 оқушы болды. Елуге шейін 27 оқушы керек. Әлі 27 оқушы керек, ә? Саламатсыз ағай, домбырада тіркелу осы жерде болып жатыр ма? Оппа ағай, енді 23 оқушы керек. О, келдер жазайық. Аттар, кел. Есімің? Ага, келеді? 14. Жанарымның жолына қараңызшы. Бұл бала емес. Сіздің есіміңіз кім? Менің есімім Ерғазы. А ол жігіттің есімі Мұхтар. Да? Енді не істейміз? Білмедім. Жанарымның жолына білмедім. Енді қарашы, бұл ағай деген қанша бала жинап алды енді.
Онда ертең сағат 10-да жиналыс, сол жерде шешейік. Жақсы онда. Ертең жиналып, кездескенше. Оғылдар майстрда. Майстр оғыл. Мистер майстр. Таптым ау сені жүрегімнің емі өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім таптым ау сені Ағай зор қыз екен. Кім деп алды? Не үшін?